Енді қараңыздар. Сонда шалағын айтады ғой. Сонда біз неге адасып жүрміз? Өйткені біз өзіміздің шығу тегімізді ұмытып қалдық, біздің идеал. Сонда шалағын айтады ғой. Алғаның жақсы болса қара жер дейді, қараңызшы. Алғаның жақсы болса қара жердей. Жақсымен сөйлестен шыққан өрдей. Шабанат, өтпес пышақ жаман қатын, аң алмайтын күйші құс бәрібір дейді. Арасында бәрі деп қойсаңыз, бәрі келді, ондай жоқ па? Өйткені мынау қазақта айтады ғой, суды бу көтереді, жүйікті ду көтереді дейді. Сондан арасында қостап отырыңыздар, Мынаған кезде адамның тілінің астында бір тамыр болады екен. Сол тамыр астың дәмін сезеді екен де. Сол аст дәмді болса, тұшынады екен. Тұшыну деген не деген сөз? Тұшыну. Сезіну. Тамыр істен шықса адам сезінбей қалады екен. Сол сияқты біз қазіргі тамаққа ғана тұшынамыз, Ал бұрын қазақ сөзге тұшынған. Сонда біздің бабалар айтады екен, дәмді сөз деп сөз. Сонда сөз дәмді болса, тұшынсаңыздар сіздер не? Қиқулап, атайлап, бәрекелді деп шопалақтап отырыңыздар. Неге? Өйткені өздеріңіз үшін. Абай атамыз айтады, естіген нәрсені ұмытпастықтың 4 түрлі себебі бар дейді. Оның бәрін айтып жатпай қояйын. Соның екінші себебі дейді, бір нәрсені көргенде, естігенде көңілденіп, тұшынып, ғибраттанып тыңдау керек дейді. Сонда адам ұмытпайды екен. Біз әдетте нені ұмытпаймыз? Нені ұмытпаймыз? Біз өсекті ұмытпаймыз. Вот жаңа Абай айтып отқан, көңілденіп, тұшынып, ғибраттанып тыңдаймыз. Қой, рас па? Не может быть? Анау айту үшін аузына кіріп кетердейміз ғой. Және оны екінші бір адамға айтқан кезде түр нүктесіне дейін айтамыз, Қосамыз, Міне сол сияқты дәріс сой тыңдау керек екен. Жақсы. Сонда көңілденіп отырыңыздар. Өйткені Абай атамыз айтады ғой. Жастық шақта көңіл гүл, тез үйреніп, тез жоймайды. Егер адамның көңілі көңілсіз болса, көңілі жабық тұрса, ол гүл сияқты екен. Ол жабық тұрса, ол күннің нұрын ештеңе сезбейді. Мынау ылғал, ештеңе қабылдамайды. Сондықтан ең басты нәрсе көңілденіп отыру керек. Және ең басты нәрсе көңілде не болмау керек? Алаң болмау керек. Егер адам ойлап отырса, қазір шыққан кейін қайда барамын? Біреу телефон соғады деп еді, неге соқпай жатыр? Отырайын лекциям біткенше. Яғни адамда көңілінде алаң болмау керек. Сол кезде неге? Абай айтады, көңілде алаң басылса дейді. Тәңірдің күні көк бұлттан ашылса. Сонда ғана қуатты ой сол кезде шығады екен адамның бойынан. Біз неге айтамыз? Біз қазір ойлау қабілетіміз төмен, жадымыз төмен дейміз. Үнемі айтамыз, неге? Өйткені біздің көңіліміз тыныш емес қазір. Біздің көңілімізді мына дүние тыныштық тапқызбай жатыр. Неге? Біз өзімізге жасап қоямыз. 5 смартфон қасымызға қойып қоямыз, бетіне қарап отырамыз. Керек адам тауып алады сізді. Жақсы. Сонымен көк жер, Енді қараңыздар. Осы үйлесімге келген кезде біздің бабаларымыз осыдан келіп, мына көк өзінің жердің арасында не болады екен? Екеуінің арасында махаббат болады екен. Жай байланыс емес жаңағыдай. Телефонмен сөйлесетін, виртуальный. Реальный махаббат болады екен. Көк пен жердің арасында. Абай айтады. Күн күйеу дейді, рас па? Күн күйеу, жер қалыңдық, сағынысты. Мынау 6 ай қыс, сіздерде қыс бола ма жалпы? Қаржыда ма? Сонда мынау жер күн сағынады екен сөз бе? Сонда Абай айтады. Күн күйеу, жер қалыңдық, сағынысты. Екеуінің сағынысы сондай күшті. Күн қырындап жүргенде, Абай қайдан күн, сөйтсе қыс дегенде күн қырындаған кезде қыс болады екен, күн түк түскенде көктем болады екен. Күн қырындағанда қыс болады екен. Сонда Абай күн қырындап жүргенде көк қожантап, күйеу келді, ай жұлдыз көтін қысты дейді. Енді бұл бабалар не танып сонда енді? Сіздер бұл сөзден енді нетпеңіз, тосырқамыз ғой. Өйткені біз Абайдан мәдениет дейміз біз ғой, Көп адамдар, ой, не деген сөз бұл дейді ғой, шынымен де. Бұны Абай айтқан бұл сөзде,
бұл сөзді актив қолданған. Енді үйрене өздеріңізді қолданатын боласыздар. Сонда қарасаңыздар, енді осы көк, рахмет Аллах болсын. Енді көк осы жерге арасында махаббат бар екен, сол махаббатты қазақтар не дейді екен? Қам дейді екен. Қам деген не? Орысшасы не? Қамның забота, бәрекелді. Сонда мынау көк еркектің негізгі махаббаты, әйелге арналған махаббаты қам арқылы. Ана Раневская деген орыстың актрисасы бар ғой, сол айтады ғой. Вот мужчины глупые дейді. Орысша түсінесіздер ғой? Они думают, что мы любим красивых мужчин. Они глупые дейді. Мы любим тех, которые о нас заботятся дейді. Рас па? Біздің бабаларымыздың Ньютонын айтып отыр ғой. Яғни әйел адам өзіне қамқор болған еркекті жақсы көреді. Мен сені сүйемін деп бір тиын әкелмейтін еркекті жек көреді. Міне сонда еркек әйелді қамқор болғанда ғана, өйткені сіз күн мысалы сол қам, жердің қамын ойлап нұр төккеннен кейін ғана жер тіріледі, жерге сонда Абай айтады ғой. Жер құлпырар тотық ұстайды. Күннің де шуағына мейіріміне тойған кезде жер құлпырар тотық ұстайды дейді. Мынау жігіті бар қыз бен жігіті жоқ қыздың айырмашылығы сияқты. Жігіті жоқ қыз сияқты да, күннің көзі түспейді. Ал жігіті бар қыз тотық ұстайды, түрлерін жылытып. Неге? Еркектер энергия алады. Сондықтан алсаңыздар. Енді қараңыздар, сол еркектің символы қамқорлықты етіп қоя. Енді қарасыңыздар, сонда қамқоршы дегенде не деп айтамыз біз? Қамқоршы не деп айтаймыз? Мына қараңыздар, жұмыс дейді адам не дейміз? Жұмысшы дейміз, жұмысшы, шы қосамыз, сонда қараңыздар, осыға қамқор адамға не қоссақ, шы қосайық, не болады? Қамшы болады, бәрекелді. Күлетін нәрсе емес, еркектің сол әйелге қамқорлығы қамшалық арқылы көрінеді. Неге? Мысалы, қазақтың төрінде қамшы ілініп тұрады. Ол еркек бар деген сөз. Қамшы ілініп тұрғанда үйде жын шайтан жоламайды. Неге? Өйткені еркек бар ол үйде. Қамқор, сөз бе? Әйелдің қамын ойлаушы еркек бар. Қамшы, сондай-ақ әйел адам сезімтал болады, әйел адамда қызыққыш болады. Қазақ айтады, қыздың көзі қызылда дейді, сөз бе? Қызыққыш ол. Соны дер кезінде басып, түзеп отыратын қамшы керек. Яғни ұру емес, кейбір адамдар үстір түсінгендей, қамшы деген қамқоршы деген сөз бе? Екінші жағынан әйел адам сезімтал болғаннан кейін жын шайтан ұялағыш болады әйелге. Сондықтан мына қамшыны бақсылар қолданған бұрын. Қазақ айтады, жынды қағып алайын ба деп. Сол қамшымен қағады екен жынды. Жоқ, шын бұл күлетін нәрсе емес, бұл өмірлік тәжірибеден өткен, дәлелденген нәрселерді. Әлбетте ол ақымақтың қолында қамшы, ол қиратқыш нәрсеге айналады. Ақылдың қолындағы қамшы ол отбасының игілігіне жұмсалады. Сіздер білесіздер, Аралда Шәмшия Жұбатова деген ақын туған. Естідіңіздер ме? Естіген жоқсыздар, Сол Шәмшия Жұбатова күйеуімен ажырасып кеткен ғой. Сонда өзі өлең жазған. Естідіңіздер ме? Қамшы деген. Сонда Шәмшия Жұбатова айтады. Ол мен ол кісіге ризамын, өйткені ол кісі өзінің мінін, өзінің кемшілігін, күйеуінің кемшілігін болашаққа үлгі болсын деп жария қылғанда, сонда дейді. Біреулер мысалы айтады ғой, мысалы жаңағы жасырады ғой неге әйелін тастаған кезде. Жамандайды да? Жамандайды. Қазақ айтады, тастарда қатын жаман, көшеде жұрт жаман дейді. Ағылшындар айтады, махаббат дейді. Жоғарғанда кемшілік көбейе береді дейді. Ол бұрын жақсы еді, неге жаман болып қалды? Махаббат жоқ та екеуінің арасында. Сонда ал махаббат болу үшін не керек? Қам керек. Махаббат өйткені ол махаббат деген ол егіп қойып өсе беретін кактус емес. Оны мәпелеу керек, суару керек. Қам керек оған.
Стивен Кови деген кісі бар, батыстың 7 навыков эффективного человека. Соны айтады ғой. Біреуге айтады дейді маған, я не люблю свою жену. Мен айтамын, а в чем дело? Люби деп айтамын дейді. Люби? А ол қалай деп айтады? Өйткені махаббат ол теориядан пайда болмайды, махаббат әрекеттен пайда болады дейді. Түсінесіз бе? Күйеуің, әйелім жұмыстан қарсы ал, гүл сыйла, бетінен сүй, жылы сөздер айт, махаббат пайда болады. Неге? Энергетиканың заңы. Мысалы, сіз көңіл күйіңіз болмаса, есті ыржисаңыз, көңіліңіз көтеріле бастайды, рас па? Көріңізші? Иә? Неге? Физиология эмоцияны тудырады, сөз, сонда айтады. Махаббат жоқ па? Сүй дейді. А бізде айтады, біз ойлаймыз, махаббат бірінші келеді, содан барып сүйіп. Жоқ, сен жасайсың махаббат. Мысалы, Абай айтады ғой. Біреулер айтады, ол мені сүйеді, мен оны сүймеймін. Проблема солай да? Сүйдейді, е. Ал Абай не дейді? Абай дейді, қараңыздар Абай. Кім саған махаббат қылса дейді, махаббатқа махаббатпен жауап қайтару қарыз дейді. Парыз емес, қарыз, долг. Сонда қазақ отбасын сақтап тұрған осы қарыз екен ғой. Сонда Абай атамыз айтады ғой. Қатын сені сүйсе, сен де оны сүй дейді. Қожаң суық келеді, кей сасықмайды. Ер ақылды, әйелі мінезді болса, бейне бір рай үстінде дейді. Яғни, бұны түсіну үшін дейді, еркектің миы қоржаң болмау. Қоржаң деген не? Грубый. Суық болмау, рациональный. Және сасық болмау. Хош иісті ми ғана түсінеді бұны дейді. Хош иісті ми қайдан келеді? Тәңірімен байланысы бар еркектің ғана миы хош болады. Намаз оқиды. Көкірек көз ашық адамның еркектің миы хош болады. Ал намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын, тәңірмен байланысы жоқ, бір ғана тіршілік үшін, қарын үшін өмір сүретін еркектің миы сасық болады. Неге? Өйткені ол пайдасын ғана ойлайды. Өзінің қарын үшін өмір сүреді. Ондай адам миы сасиды. Қасына жақындасаң, жаман иіс шығып тұрады. Ментальный иіс дейді. Сонда қазақ өзінің байлығын дұрыс пайдаланбаған байды сасық бай деген. Рас па? Неге? Өйткені ол өзінің байлығы, Құдайдың берген байлығын не үшін бергенін білмейді, малмен мал болып кетеді. Міне сонда Шәмші Жұбатов айтады. Бірақ ауыз сөзбенен ақ өлтірдің. Күйеуін айтып отырды. Мысалы, ол еркек ешқашанда қатынмен ұрыспау керек. Қатынның деңгейіне түспеу керек, сөз бе? Сонда Абай айтады ғой, қайратқа сеніп, қақтықпай, жазасын тауып жауласар, қатынша тілмен шаптықпай, майданға шықса жарасар дейді. Ер адамның сыналатын жері майдан. Майдан деген алаң деген сөз. Ол ешқашан қатын деңгейіне түсіп ұрыспау керек. Ал Шәмшияның күйеуі ұрысқанды. Және сөз сүйектен өтеді. Ет, таяқ еттен ғана өтеді, сөз бе? Былай қарасаңыздар, егер екеуін салыстырсақ, ұрғаны жақсы да, сен 7 атадан боқтағаннан гөрі. Өйткені ағасындар айтады ғой, мақал бар сондай. Қылыш дейді. Кейде сөздер, кейде қылыштан да ауыр жарақат түсіреді дейді. Сондай бір кісіге тұрмысқа шыққан, сонда Шәмші айтады, бірақ ауыз сөзбен өлтірдің дейді. Неге? Сондай жаман сөз айтқанда ауыр сөз. Бірақ ауыз сөзбен өлтірдің, қарсы алдында тіріліп болып мен тұрдым. Тұрлау жоқ болып шықты сертіңнің. Түрі құрсын қоқырайған бөркіңнің. Қараң қалсын мен ас берген тегене. Қызылордада жақта тегене дейді. Қараң қалсын мен ас берген тегене. Тегене ас жұқпай жүрме немене. Беттен алып көкке шапшып жатқанда қолың сыңғыр сабамадың сен неге. Келтірместен әй-шайғада мұршаға үнсіз күйде өлтіргенше бір саба. Сенде қамшы, менде бұрын болса егер, елге күлкі болмас еді қылышама. Міне сондықтан ер адамның қамшысы болу керек. Ол қамшы символикалық тұрды. Яғни ер адам әйелге қамқор болу керек. Әйел адам сонда тоты құстай түрленіп, жер сияқты жеміс береді. Максимал жеміс береді. Көп бала табады. Рас па?